Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет шоколадты пирог дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен ыстық сүтке какао және де қантты қосып жақсылап араластырамыз. Қант ергенше енді ыдысымызға жұмыртқа және де тағы да қантты салып, баяу жылдамдықтан бастап миксерлейміз. Енді оған жаңағы какао қосылған сүтімізді құямыз. Бірақ сүт ыстық болмауы қажет. Сүтті құйған кезде біздің массамыз осындай болады, дәл видеодағыдай. Енді жақсылап тағы да араластырамыз. Араластырмай тұрып сұйық май құясыздар. Араластырамыз біркелкі масса болғанша. Енді алдын ала үйілістен өткізілген қопсытқыш қосылған ұнымызды аз-аздан салып отырып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай қоймалжың теста шығады. Енді пергамент төселген тавамызға құямыз тестамызды. Қызып тұрған пеште 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Бетіне конус сепсеңіздер болады. Біздің пирогымыз осылай өте биік болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мен бетін әрлеу үшін өзгөчеңкі, яғни қойылатылған сүтпен какаоны араластырып жібердім. Сонда шоколад сияқты дәмді болады. Пирогымызды осылай әрледім. Бірақ ол ешқандай да міндетті емес. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл пирог өте дәмді, ортасы жаңағы влажный сияқты, дәмі де ерекше болады. Соқтан видео пайдалы болған болса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк бас. Пирог сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік берем. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар.